Ассалаумағалейкум құрметті тыңдаушылар, күннің ең соңғы жаңалықтарынан хабардар болу үшін каналымызға жазылуды және бізге қолдау ретінде видеоға бір дана лайк басуды ұмытпаңыздар. Қоғамда дау туғызған мәлімдемесінен кейін Ринат Зайытовтың тәртібі мәжілісте таралған. Депутат ақпараттық шабуыл мен қысымға қарамастан пікірі өзгермегенін айтты. Мәжіліс депутаты Ринат Зайытов жуырда сұхбат беріп, Қазақстандағы алаяқтықтың 80%-ін жасайтын қауым намаз оқитындар деген мәлімдеме жасады. Алайда депутат қоғамда дау туғызған сол мәлімдемесінен кейін де пікірі өзгермегенін айтты. Мәжіліс кулуарында журналистер Ринат Зайытовтың әлеуметтік желіде қызу талқыға түскен пікіріңізді өзгерткен жоқсыз ба, өз ұстанымыңызда қалдыңыз ба деп сұрады. Бұл туралы әлеуметтік желіде де жаздым. Өз ұстанымымнан таятын болсам, сіздер бірінші естейсіздер, деді депутат. Сондай-ақ депутат даулы мәлімдемесінен кейін мәжілісте оның тәртібі сөз болғанын айтты. Иә, шағымдар, арыздар болды. Дисциплинарлық топта құрылды. Нақты шағымға өзім жауап бердім. Қалыпты жағдай ғой, деді ол.